Hi guys, сәлем достар. Олай болса біз 13-ші сабақты бастаймыз. Келесі сабақ сүйер болғаныңыз үшін біздің каналға тіркеліп қойыңыздар, видеоға лайк басыңыздар және де пікір бөліміне коммент жазсаңыздар біз үшін өте үлкен мотивация болады. Және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ағылшын тілін тегін түрде үйренгілеріңіз келсе, қош келдіңіздер. Олай болса, жалғастырамыз. Біз өткен сабақта үй жұмысын берген болатынбыз. Exercise 6. Complete the sentences with the words from the box. Complete деген не дедік? Толтыру сөйлемдерді. Words, сөздер, мен деген сөз. From the box. Box, құты. Коробочканың ішіндегі сөздермен не істеу керек? Толтыру керек дейді. Түсінікті? Complete the sentences with the words. Let's listen. Тексереміз, бұл жолы біз. Unit 2. Exercise 6. 1. His name's Yong. He's from China. 2. Her name's Haley. She's from Australia. Good. 3. Her name's Karima. She's from Egypt. Egypt. 4. His name's Kevin. He's from the United States. The United States. 5. Her name's Rosalie. She's from Brazil. 6. His name's Simon. He's from England. 7. Her name's Tatiana. She's from Russia. 8. His name's Laszlo. He's from Hungary. Okay, good. На всякий случай жауаптарыңызбен тексеріп алыңыздар, мына суретке түсіріп алыңыздар. Шын сұрақ жоқ деп ойлаймын, өйткені біз өткен сабақтарда осыларды, осы сөздер өткеніміз his деген оның ер бала айтылады, he is ол ер бала бір жақтан болады деген сөз. Her name's оның аты Haley, ол болады, ол қысқа айтамыз, және осылай жалғасып кете береді. Let's continue. Next exercise. Listen and match question. In A with an answer in B. Listen, тыңда, белгіле сұрақтарды не? A-дағы answer, жауаптар немен? B-дағы. Let's go, let's listen and check. Unit 2, Exercise 7. 1. What's her name? What's her name? Her name's Carla. Her name's Carla. 2. Where's she from? Where's she from? She's from Italy. She's from Italy. 3. What's his name? What's his name? His name's David. His name is David. 4. Where's he from? Where's he from? He's from England. He's from England. Good job. На всякий случай давайте тексеріп тоже. Ол қыздың аты кім? Ол қыздың аты Карла. Ол қыз қай жерден болады? Ол қыз Италия қаласынан from болады is. Good job. Next one. Келесі жаттығу. Келесі match a question in A with answer in B. Тексерейік. Мен сұрақты оқиын, сіздер жауапты оқыңыздар. What's his name? Where's she from? How are you? Are you from Italy? What's this in English? Where's Buckingham Palace? Енді сіз сұрақты оқыңыз, мен жауап айтайын. His name is Henry. She's from Japan. I'm fine, thank you. Yes, I am. I'm from Milan. It's a dictionary. It's in London. Good. Олай болса, үй жұмысын бітірген болсақ, біз тақырыбымызды, темамызды өтуге жалғастыралық. Do we have time? Yes, we have time. Уақытымыз бар екен. Listen to Claude and Holly complete the conversation. Listen, тыңда, Claude және Holly'ді complete, не істейміз дедік, толтырамыз. Conversations, диалог, немесе әңгіме, разговор десек болады. Let's go.
Tape script 2.11. 1. Oh no! Look at the weather. Ugh, it's awful. 2. Wow! Look at my hamburger. It's fantastic. My hamburger is really good too. 3. What's this building? It's the Empire State Building. It's fantastic. 4. Wow! Look at Central Park. It's beautiful. Listen and check, practice the conversation. Біз listen жасадық, тыңдадық. Мына сөздер өздері айтып береді. Ағылшындар қандай халық? Эмоциональный халық. Яғни неғұрлым көп эмоция қосасыз, соғұрлым сіздің сөйлегеніңіз более натурально шығады, иә? Давайте мен си Клод болайын, сіз Холли болыңыз, сосын роль ауысып оқитын боламыз. Oh no, look at the weather. Wow, look at my hamburger. It's fantastic. Ой, ауысып кетті ғой деймін. Ішіне кірмейді. Біреумен біреусіз. Жаңа мен оқыдым. Сіз оқыдыңыз, енді мен. What's this building? Wow, look at Central Park. Окей, енді сіз бастаңыз, мен қостаймын. It's awful. My hamburger is really good too. It's the Empire State Building. It's fantastic. It's beautiful. Байқасақ, мына жерде тыны жеп қоямыз. Более натурально звучать ету үшін, beautiful, әдемі деген сөз, иә. Awful, өзі аты айтып тұрған сияқты, awful, быт, иә. Weather, погода. Really good, өте жақсы. Oh no, дегендер, құдай сақтасын деген сияқты сөздер, эмоциямен, иә. Oh no, look at the weather. Жоқ, погода хорош дейді. Ол қандай быт, иә. But I like rainy weather. Маған жаңбырлы күн ұнайды. Wow, look at my hamburger дейді. Wow, менің гамбургеріме қарашы дейді. It's fantastic. Ол деген зың food, зың керемет дейді. My hamburger is really good too. Менің гамбургерім де өте жақсы. Really good, өте жақсы. What's this building? Мына ғимарат не? Ғимарат building. It's the Empire State Building. Ол Empire State ғимараты. Ол fantastic, керемет дейді. Wow, look at Central Park. Wow, центр, орталық паркке қарашы дейді. It's beautiful. Ол өте әдемі. Good. Do we have time? Yes, we have little time. Okay. Олай болса, бір жаттығу ғана жасадық па? Okay, everyday English. Күнделікті ағылшын тілі. Numbers from 11 to 30. 2 деген не дедік? Ден. 11-ден 30-ға дейін. Say the numbers 1 to 10 around the class. Айтыңыздар дейді 1-ден 10-ға дейін кластың ішінен. Айтып көрейік, біз өткен едік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 деген байқайтын болсақ, H емес, EGHT емес, 8. Ол жерін ары қарай ендігіде өтетін боламыз. Сіздерге тағы да жұмысын берелік. Your homework is read about the people. Where are they? Write in a country, Egypt, Malaysia or England. Мына тексті бірінші суретке түсіріп алыңыздар. Екінші мына тексті түсіріп алыңыздар суретке. Үшінші мына тексті түсіріп алыңыздар. Пауза басып, сосын сұрақтарға жауап береміз. Бірінші текст Anne мен James туралы. Екінші текст Carla and Pedro. True